Бәріне сәлем, сіздермен бірге Алдик Pro Code, және біз бүгін Python тілінде программалау курсын бастап жатырмыз. Бүгінгі бірінші сабағымыз Python тіліне кіріспе. Жалпы достар, Python туралы айтсақ, ол өте жеңіл тіл, және де оның басқа тілдердің айырмашылығы бұл жерде артық ештеңе жоқ. Бұл тілді алғаш рет Гвидо ван Россум, шотландық программист ойлап тапқан 91 жылы. Және де біз осы Python тілімен не істей аламыз деген сұраққа жауап берейік. Python тілімен біз жалпы веб-сайттарды құрай аламыз, Instagram, Facebook желісі сияқты десктоп программаларын істей аламыз, антивирус және компьютерге арналған программалар. Жасанды интеллект ИИ дейді. Бұл қазіргі заманда қатты трендке айналған сфералардың бірі. Және Android, iOS приложенияларын істей аламыз, неше түрлі автоматтандыру жұмыстарын да қолданады дейді. Жалпы автоматтандыру жұмыстары дегеніміз ол біздің жеке роботымыз. Біздің істегіміз келмейтін, мысалы ұзақ уақытты алатын жұмыстарды біз программа кодты жазып, жеке роботымызды құрып, сол роботқа айта аламыз, мынаны істе мен орныма деген сияқты. Келесі, Python тілін қолданатын компаниялар, ол жаңағы Google, Instagram, Uber, Spotify, YouTube деген сияқты компаниялар қолданады. Тілді қолдану орталары дейді. Жалпы достар, код жазған кезде бізге қандай да бір жұмыс істеу ортасы қажет болады. Соның біреуі PyCharm деген JetBrains компаниясының программасы болып табылады. Жалпы осы курста біз осы PyCharm'ды қолданамыз. Немесе егер сіздердің компьютерларыңыз көтермей жатса, әлде сіздер бұл программаны жазғыңыз келмесе, сіздерге осы астында мен описанияда осы екі ссылка қалдырып қоямын. Бұл екі ссылкаға өтіп жұмыс істей алсаңыздар да болады. Бұл деген онлайн компилятор деп аталады Python тілінде. Яғни ол PyCharm сияқты бұл жерде менің курс кезіндегі есептерді осы жерге жазып шығарсаңыздар да болады. Жалпы мысалы Python Hello World деп тұр, print Hello World деп тұр. Осыны тексеру үшін біз run'ды басамыз. Бізде көрдіңіздер ме, шығып тұр. Демек, бұл сайт бізде істеп тұр, бұл онлайн компилятор. Екінші сайтта тура сондай айырмашылығы жоқ. Ол жерде тек қана қазір ашамыз. Ол жерде тек қана run'ның орнына, мысалы мына жерде run ғой. Ол жерде run'ның орнына execute деген кнопка болады. Бұл жерде тоже Hello World, execute'ті бассаңыздар, Hello World шотты көрдіңіздер ғой, істеп тұр. Өзгертсеңіздер де болады. Кейін сабақта көрсетемін. Ал енді достар, бүгінгі бірінші сабағымыз аяқталды. Бүгін біз қысқаша Python туралы шолып өттік. Келесі сабақта біз PyCharm деген не және оны қалай орнатуға болатынын көрсетемін. Ал достар, енді егер сізге бұл сабақ ұнаса, лайк басып, маған каналыма тіркеліңіздер. Ал іске сәт, сау болыңыздар.